Merhabalar, sınıf оқушылар поездбек дейді. Жаратылыс саны сабағым. Магниттік қасиеттер. Яғни магниттің екі түсі болады. Оның бір жағы қызыл, бір жағы көк болады екен. Яғни оның қызыл жағы S болып белгіленеді, ал көк жағы N болып белгіленеді. Магниттің плюстары бар. Оның оңтүстік, солтүстік плюстары болады. Яғни мына шетте егеш пен Эврика зерттеу жүргізген. Мен де олар сияқты зерттеу жүргіземін. Міне менің қолымда магнит. Магниттің не? Қасық. Яғни бұл темірден жасалған зат. Яғни бұл таза темір. Міне бұл да түйрегіш. Түйрегіште темірі бар. Қайшы. Оның да темірі бар. Яғни мен есеп қойдым ғой. Енді мына шеттен қайшының күші, яғни магниттің күші мынаған бар. Енді мен түйрегішті не қылсам, ал бұл не түспейді. Яғни мынаның күші мынаған барды да. Ал енді қасыққа есеп көрем. Міне. Яғни оның қасыққа, магниттің қасыққа күші барған. Ал енді тиындер. Тиындерді міне 50 теңге, яғни бұл болған жоқ. Ал 10 теңге. Яғни бұның құрамында темір бар. Ал енді шеге. Міне. Бұның да темір бар екен. Мына қазір мынаған менде күш барды да, одан кейін мынағына күш барғаннан кейін, ол мынаған да не қылады. Яғни қасыққа да, қайшыға да күш барған сайын олар сол түйрегішті ұстап барады. Яғни міне тағы 50 теңге. Яғни бұл да таза темір емес. Ал енді мынау алтын жүзік. Яғни алтын жүзікте темір бар ма, оны магниті арқылы анықтап шықтық мына шетте. Енді ең соңғысы. Яғни бұда міне мынада темір жоқ екен. Яғни алтын жүзікте. Мен бәрін анықтап шықтым. Сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.